Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анаркөл, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жылдам дайын болатын, тапада пісетін дәмді торттың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше тортымызды пісіріп бастаймыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен бір таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз, және де бір құты сгущенкамызды салып, осы екеуін венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызға қопсытқышымызды, яғни разрыхлителімізді қосып жақсылап араластырып аламыз да, осы ұнды міндетті түрде 53-тен өткізе отырып, барлығын бірден қоспаймыз, бір 2-3-ке бөліп қосып, жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Ең алдымен осылай силиконды күрекшемен араластырдым, содан соң қолыммен қамыр илейтін боламын. Ұнды мөлшерден тыс қоспаймыз, 450 грамм деп описаниеға жазып қоямын, содан артық ұн қоспауға тырысыңыздар. Сіздердің қамырларыңыз қаншалықты жұмсақ болса, соншалықты торттарыңыз да жұмсақ, әдемі болып шығады. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 10 бөлікке бөліп алдым, өйткені менің табамның көлемі қатты үлкен емес. Енді сіздер табаңыздың көлеміне қарай бөлесіздер. Әрбір бөлінген қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп, ұн сеуіп оқтаудың көбігімен жаямыз. Қамырды қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, орташа деңгейде шамамен 2-3 мм шамасында жайып аламыз. Содан соң қамырымызды бір тегізетіп, бір домалақ тәрелкемен, табаңыздың қақпағымен немесе арнайы осындай форманың көмегімен кесіп аламыз. Мен 22 диаметр етіп кесіп алдым. Жан жағындағы қалған қамырды алып қойып, қазір қалған қамырлар шыққан кезде барлығын біріктіріп, тағы бір корж жасасаңыз болады. Екінші рет қайтадан көрсетейін, сіздерге түсініктілеу болу үшін қамырымызды шамамен қалыңдығы 2-3 мм етіп жайып кесіп аламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде арнама тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді табамызды қыздырып, ішіне ешқандай да май жақпаймыз. Құрғақ табаға қамырымызды салып, табаның қақпағын жауып, 1-1,5 минут шамасында орташа отқа қалдырамыз. Өте жылдам піседі. Мінекей бетінде осындай шариктер, дөңгелектер пайда болған кезде келесі бетіне аударып, табаның қақпағын қайтадан жауып, 1-1,5 минутқа қалдырамыз. Өте жылдам піседі, қарап тұрыңыздар. Барлық корждарымызды осы қалыппен пісіріп аламыз. Оттың асты орташа отта піседі. Өте жылдам пісетін болғандықтан күйіп кетпесін, міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Барлық корждарымызды мінекей мен пісіріп алдым. Өте әдемі, жұмсақ, керемет болып шықты. Енді корждарымызды толықтай суытып қоямыз да, сол арада торттың арасына жағатын кремімізді дайындап аламыз. Кремге мен сметанный крем пайдаландым, яғни 20-25% қаймақ алыңыздар. Қою, сондай сапасы жақсы қаймақ алғандарыңыз дұрыс. Және де осы қаймаққа қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің арасына жағатын креміміз дайын. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Әр корждың арасына 3-4 ас қасық кремнен салып, барлық жеріне бірдей жеткізіп жағып, бірінің үстіне бірін қойып, тортымызды әдемілеп жинаймыз. Мен басында кольцоға жинауды ұмытып кетіппін, бірақ соңынан кольцоға салып, бір тегіс етіп алдым. Егер сіздерде кольцо болса, кольцоға жинасаңыздар, торттарыңыз бір қалыпты, теп-тегіс әдемі болып жиналатын болады. Мінекей торттарымызды жинап алғаннан соң, осы тортты кем дегенде 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, өте керемет болады. Шамамен 1 сағат өткеннен соң тортымызды кольцодан шешіп, қалған креммен жан жағын тегістеп алсаңыздар болады. Содан соң тортыңызды қалауыңыз бойынша әсемдеп аласыздар. Мен шоколадты ганашпен, кокосовый стружкамен әсемдедім.
қалауыңызша жеміс-жидектермен әдемілеп әсемдесеңіздер болады. Бұл тортты сіздер жей отырып табада піскен торт деп айтпайсыздар, өте жұмсақ әрі биік, өте дәмді болып шығады. Құрамы да қолжетімді, сондықтан сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Назар қойып рецептіні соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепті ұнаған болса міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар.